Айсаның інісінің баласы Алау, ол Есен Сүйін деген қалмаққа аттанады. Олар Уағаш Даяс қасында отырған ел екен. Сонда Айсаның Алауға айтқаны: жетіде қалдың әкеңнен, жетіде қалдың әкеңнен, ересек болып сен жеттің асыраған ағаңнан, енді кетіп барасын біздей туған ағаңнан, ерлігіңді бұрын етпедің, ағаңмен бірге кетпедің, шығарам деп атағың, қалдың бөлек сен деді, Ахметіңде жоқ еді қатардан сірә кемдігі, бірге жүрсең ағаңмен көрер едің жақсы мен жаманды, кетемін деп ойладың, бір үлкен жауға жалғыз бас, жалғыз кетсең дарасың, атқа бір мінсең келмейсің, қалмақ деген жаман ел, жалғыз қалмаң қапыда, дұшпанның білмек керек шамасын, мінген атың сұр еді неше жылдай байлауда, бағында шарбақ тұр еді, сауытсыз кидің шарайна, жебені қолға алмадың, будың алмас беліңнен, жалғыз кеттің еліңнен, найза менен жебең жоқ, өзіңде жас баласың, 10 жасыңа келгенде жалғыз қайда барасың, тірі келсе Ахмет қатарына ер деді, дұшпанға еткен айласын Ахмет жаның көр деді, тілімді алсаң сен деді, айтып болдым мен деді, барамын деген бұл жауың жүдә бір мықты ел деді. Бұрын ноғай көп барып ала алмай жүрген ел еді, бекіп қалған жер еді, тілімді алсаң Алаужан, Қызылбасқа бар сен деді, Қызылбас емес қалмақтай босаңырақ ел деді, және жақын жүр деді, Қызылбасқа сен барсаң 2 айда балам аласың, Есен Сүйін қалмаққа 4 айда талып жетесің, Есен Сүйін қалмақты іздейтін болсаң сен балам, шаттың бойын жағала, темір деген бір жер бар, ол шаттың жатқан бойында, жемнің түстік бетінде, ол бір биік төрткілде, төрткілден көтсең құм болар, құмның арғы жағасы, асау дария бұл болар, ол ағып жатқан сыр болар, арғы жағын араласаң, ұзынан жатқан ну болар, елсіз жері бу болар, жазды күні көлеңке, қысты күні ық болар. Байтақ жатқан жер деді, құр көргендей жалпаңдап, шаба берме сен деді, ерлік деген бір болар, айла деген оң болар, айласыз ері сор болар. Сонда Алау сөйледі, сонда Алау сөйледі, ақылы кәмілдан едің, халық билеген қан едің, талайды көрген жан едің, 10 жасымда ат мініп жетейін деп әр жолға сапар шығып түзелдім, барайын деп тар жолға жері қиғаш құм дедің, жүдә алыс бұл дедің, барайын деп кезендім, Есен Сүйін қалмақтың мекен қылған жеріне мен тәуекел етермін, атқа мінсем кетермін, тапсырып аққа қалысты, мінгесін атқа кезеніп, енді бармайы нетермін. Алау деген ереді, атқа мініп алғасын, іркілсін бе батырың, қорамса жоқ белінде, ақсүңгі жоқ қолында, 6 құлаш алмасты беліне тартып буады, алмасты бекітіп алады, беліне тартып буады, алмасты бекітіп алады,
сонан басқа қару жоқ, батырда кетіп барады. Жауды көзім көрер деп, қолына алған қаруды жаудың өзі-ақ берер деп, сауыты жоқ шарайына, басында барда қалқаны, дулыға жоқ басында, жолдасы жоқ қасында, күні түні жол жүрді, шаттың бойын жағалап, шаршамай батыр сол жүрді, төрткілдің келіп ол шықты. Алау батыр басына көрінерде барғасын, білуге жердің шамасын, көрінетін қара жоқ, хабарлар және жоқ, алда жатқан құм болды, түстік жағы шаң болды, құмның арман бұл өтсе, шалғыған айдын көл болды, көлден ары өткесін, ағып жатқан қара су болды. Ол қара суды байқаса, Әму дария деген бұл болды. Дарияны кетті жағалап, алда болды паналап, қисапсыз көп бұл жүрді, алау артық ереді, ну ағашты аралап, солай қарап ер кетті. Арасында 20 күн, 30 күн өтті, бір күні 100-ге толады, сонда 3 ай 10 күн болады, сонда көрді бұл елдің жайылып жатқан қарасын, кім екенін білмеді, мал шетіне жақындап келді батыр япырай, айтқан сөзге түсінбеді, малшыларға былдырлаған кәпірай. Сөйтіп көрді қалмақтың мал бағып жүрген баласы, жайылып жатқан қойы көп, сиырмен барды түйесі, жылқысы жоқ ел екен, дәулетінің ең азы, жылқы әбден кем екен, сонда бір шал жүр екен. Мал баққанның ішінде талайды көрген шал екен, көпті көрген жан екен. Жетіп келді қасына, кімсің деп алау сұрады, сонда шалың сөйледі, біз бір байтақ ел деді, қалмақ деген біз емес, жақсылап көрші сен деді, есен сүйін қанымыз, сондай мықты қанымыз. Жас күнімде көп қаңғып, қарып болдым мен деді, көздің нұры танулы, кәрілікте жетіп қалулы, көзім жетіп танысам, ноғайма деп тұрмын мен сізді. Ай, сонда алау сөйледі, өй мекенімді сұрасаң, ашыбас шаттың бойеді, өз елімді сұрасаң, ноғайлы деген ел деді. Іздегенім сұрасаң, есен сүйін қалмақтың мекен еткен жер еді, Уағаш деген дария, сол қалмақтар бар еді. Енді маған айтыңыз, бұл не дегені жер деді. Алау сөйледі, ей мекенімді сұрасаң, ашыбас шаттың бойы еді. Сонда қартың сөйледі, ей жас бала, жылқыдан міндің сұр деді. Енді айтайын қалмақтың асылын саған мен деді. Қатыным мен балам жоқ, ағам менен інім жоқ, ешбір дәулет қарам жоқ. 90-ға жасым мен жеттім, хабарларға шарам жоқ. Аяйым ба қалмақтың, айтайын бәрін мен деді. Сабыр қыл бала сен деді. Есен сүйін қалмақта, қалапта қойған кесек бар, ол сыртында қорған жоқ, жинаған қалай ел деді. Сенімен емес тең деді, қалмақ ноғаймен емес ел деді. Қапы қалып жас бала, қапы қалып жас бала, орылма көктей сен деді. Ол қисапсыз жатқан ел деді, мұнда жоқ әскер қол деді.
бейхуда жатқан ел деді, мынау жақсы жаман айтты деп оны тәуір көріп сыйлама. Қара бауыр қалмағың, сыйлайын десең тістелері, сонда сенің бармағың. Далаға шауып аттанды, жөнсіз жерге қинама, тапсырдым аққа мен деді. Жүре бер балама, сен деді. Алау дейін жас бала, алау дейін жас бала, кідіріп сонда тұрады, атының басын бұрады. Қайта айналып жол келіп, не керегің бар пақыр деп, шалдан келіп сұрады. Сонда шалың жылайды, жылап тұрып жырлайды. Асыл туған қарағым, ашылмайдау аяғым, қысқарып менің адымым, жүруге жоқ дәрменім. Жайылған қойға ер алмай, қой артында қалғаным. Астымда мінер ат болса, бармас па едім қалаға, жүрмес пе едім далаға. Жүре бер балам сен деді, баратын жердің арасы, осы жерден тап бір күндік жер деді. Есен сүйін қанымыз тұрған жері сол еді, қорғаны жоқ бос сала, шеткерлеу тұрғанда. Сырты қылаң ақ қала, үстіне барып сен қалсаң, қанда болса таңғалар. Айтып болдым мен деді, көп кешікпе сен деді. Сонда Алау батыр сөйлейді, анау тұрған көлденің биік құмның басында 3 күнге дейін тұр деді. Алау батыр жөнелді, тебініп атқа желеді. Ызғытып есен сүйен қандардың ордасына келеді. Қаланың көрді қарасын, мың кісіге бас болып, есен дейін қаныңыз қызыл басқа кетіпті. Алау мініп сұратқа, жеткізгей деп алла мұратқа. Ор қояндай үйітқып, ақ бөкендей жортады. Алдынан шығып 10 кісі Алауға қарсы келеді. Мінген аты қара еді, қару жарақ түп түгел онында да бар еді. Алауды қамап қалады, бір байтақ ел деді. Қайдан жүрген адамсың, қамап тұрған 10 кісі кімсің деп сонда сұрады. Ұрыспай батыры тұрады. Сонда қалмақ сөйлейді, сонда қалмақ сөйлейді. Уағаштың келі дәрия мекен қылған жер еді. Қалмақ деген байтақ ел еді. Есен сүйен қанымыз, ешкіммен жоқты бәсіміз. 1000 кісі әскері бұл кетті қызыл бастың еліне. Тағы да әскері қол алып Ноғайлының еліне. Жүреміз деген ойымыз бар 3 қиянның байтақ жеріне. Жарқыным өзің баласың, жолдасың жоқ дарасың, сормаңдай қайда барасың. Сонда Алау сөйледі, атаңа нәлет сұм қалмақ, сен қалмақ деген елмедің, мен Ноғай деген ел едім. Ноғайлыдан шыққан ер едім, үндіспенен қалмақты көрсем алам деп едім. Шулатуға қатын баласын көрейін деп шамасын. Әскерің қайда ел деді, ер болсаң кел деді. Әскерің қайда ел деді, ер болсаң енді кел деді. Сонда тұрып ер Алау, сонда тұрып ер Алау, жанға қолды салады. Балдағы алтын беренді суырып қолға алады. Тұс-тұсынан қалмақтар қылыштарын сыбады. Ол өтсін бе қалқаннан, Алауда қарап тұрмады. Қылышын сонда сермеді, тарылтты жаудың тынысын. 10 кісі тұрған қалмақтың 9-ы қалды жығылып. Тізесі жаман бөгіліп, тұра алмады далада. Бәрі қашты қалаға, Алау сонда қуады. Қалмақ қалды бәлеге, келді қуып батырай. Айғайды бір шыққасын,
үйден шықты қандары, жылап қашты балдары. Атын мініп қаныңыз, сауыт саба кие алмай, әскер құлын жия алмай, енді қалай етем деп, жалпылдап қайда кетем деп, шығып алып қаншапты, ақылды сонда бұл тапты. Алауға қарсы қан келді, келе сонда сөйледі, жылқыдан міндің сұр деді, бала сабыры ете тұры, білмеймісің шамаңды, танырсың енді бабаңды, азғана сабыр етіңіз, керек болса жаныңыз, кетер енді сыныңыз, қалады жерде басыңыз, қысқарады жасыңыз, басыңды алмай қоймайды, жарағым қанға тоймайды. Шыдамады батырда, бұл да сөйлей бастады, білемін қалмақ өзіңді, тыңда менің сөзімді, жіберген оң кісің іздесең, әрқайсысы әр жерде өлім тігін қараңыз, жалғыз келдің жалпылдап, екі аяғың салпылдап, атқа жайдақ мінгеніңі, енді біл сорлы өлгеніңі. Алау дейін ереді, іркілмейтін ол еді, алмасы қолға алады, сүйінді сонда салады, басы үзіліп түседі, домалап жерде қалады, қалмаққа салды ойынды, ете берді тойыңды. Жері жазық, ендала, жарағы қанға тоймады, қашқандарды қоймады, өлтіріп жерге салады, қызыл басқа кеткен мың кісі, ол да қабарланып қалады, сол қабарды тапқасын, жесір алып қайтқасын, көңілі өскен бұл қалмақ, 500 кісі әскермен еліне қарай шабады, қатын бала бұл шошып, ноғай ит келіп қалар деп, елге әлек салар деп, бара беріңіз сіз деді, кейін барамыз біз деді. Елді жинап алады, десен шабуылды салады, 500 кісі әскермен қалың шаңды көргесін, алдына шығып ералау соған қарсы барады. Сонда есен сөйлейді, ноғай деген сен бедің, сүйіндей басыңды алармын, кесіп жерге салармын, 1000 кісі қолым бар, сен секілді ноғайды, алатұғын ойым бар, саған етер тойым бар, сүйіндей басыңды алмасам, кесіп жерге салмасам, бірге туып нетейін, ер белгісін етейін, қызылбастың қолдарын, талқандап неше ерлерін, сындырып неше пелдерін, енді іздеп баруға келе жатыр едім ноғайды мекен еткен жеріне. Ер болсаң артық тұр деді, атыңның басын бұр деді, жалтақтама сен деді, басыңды алам мен деді, осылай деп есенің алау ерге сөйледі. Sonda alау söyledi, söylегенде не деді? Қолыңнан келсе аяма, шамаң келсе сен деді. Менің атым ер алау, салармын саған мен талау. Сонда алау ер еді, астына мінген сұр еді. 500 кісі әскермен сондай есен жапырды, қаптаңыз деп шақырды. Сонда екеу ұрысы, ұрысып қатты соғысты.
Батырың сонда ақырды, Алла деп ұран шақырды. Соғыспай қалай қалам деп, тәуекел етіп іс қылып, қалмаққа салды ойынды. Көрсетті сонда тойыңды, Қызылханға толады қалмақтың талай қойыны. Ішінде мықты жан қалды, менің кегім кетер деп, есендейін қан қалды. Қарсы шауып қандары, қарсыласып бұлғалды. Екі бірдей жандары, есендейін қаныңыз, ол да алмасты сермеді. Батырда қарап тұрмады, жағаласып қалады. Басында барды дулыға, онан алмас өтпеді, етіне ешбір жетпеді. Суырды алмас белінен, дулығаны қайырып, маңдайын сонда ашады. Астындағы сұратқа алауда қамшы басады. Өтпегесін қылышы, жан тәтті екен сорлының, қалмақта тұра қашады. Артынан батыр қуады. Құтылсын ба қашқанмен, артынан жетіп алады. Айнала тұрып алысы, екеуі қатты соғысы. Аясын ба батырың, басын жұлып алады. Басын жұлып алғасын, есен қан өліп қалады. Айдады жесір шұбыртып, тұрғызбады кідіртіп. Күндіз түні демеді, шұбыртып айдап келеді. Тұрғызсын ба далаға, неше күндей жол жүріп, еліне жақын қалғанды. Жесірді кейін қалдырып, алдынан озып келеді. Айсадайын атаға, барып сәлем етерге. Балаң келді дегесін, алдан шықты ат мініп. Ат үстінен қолдасып сәлем берді баласы. Сөйледі сонда бабасы, сау саламат келдің бе? Берді ме қуат бір Алла? Алау деген баламыз әлі елге келген жоқ. Ахмет дейтін ағаңыз, барған ісің бітті ме? Қайратың жауға жетті ме? Есен сүйін қандарың, алдың ба шауып қаласын, қатын менен баласын. Сонда алау сөйлейді, ақылы жетік данамыз, қайраты асқан бабамыз, сау саламат келеміз. 7 ай болды кеткелі, осы елден шыққалы, есен сүйін қандарды. Өлтірдім сондай жандарды, 12 күн ұрысып, босаттым тұрған қаласын. Сөйтіп көрдім қалмақ шамасын, айдап келдім қарасын, жетім жесіріп баласын. Айса барды қарарға, Ноғайлының ашарық, ол да келді шетінен. Олжа сұрап аларға, сауға сұрап барарға. Айсадайын бабамыз қызықты сөйтіп көреді, жауға сұрап келгенге. Қызықты сөйтіп көреді, сауға сұрап келгенге. Аямай бөліп береді, алау артық туған ер. Қалмақпенен соғысып, мекенен тартып алған жер. Ер алаудың бұл түрі, Қырымның 40 батырындай бар еді. Айсадан туған Ахметі сонымен бірге жүреді.